Баршаңызға сәлем. Сіздерге бүгін ерекше дәмді сорпалы ұйғыр мандысын жасалуын көрсетемін. Алдымен еленген ұнымызға тұз қосылған суық су құйып, жақсылап араластырамыз. Барлығы біркелкі араласу керек. Ешқандай да ұн қалмау керек. Қамырымызды ұзақ уақыт илеуге тура келеді, яғни күш сала отырып илеп аламыз. Араларын ашып қарап аламыз. Ұнның түйіртпектері қалмау керек. Міне осындай қатты қамыр шығады. Енді пакетке салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өтті, міне осылай тағы да илеп жатырмын. Қамырымыз әлі дайын емес. Тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Пиязды ұсақтап турап, фарштың үстінен саламыз. Содан соң дәміне қарай тұз бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Қамырдың бір шетінен кесіп алып, осыны дәл видеодағыдай осылай жасаймыз. Содан соң бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Осы бөліктерімізді дөңгелетіп аламыз. Содан соң бетіне орамалмен жауып қоямыз, қамырымыз қатып қалмас үшін. Осылай шетінен алып, жайып, ішіне молырақ етіп салмасын салып, дәл видеодағыдай етіп түйіп шығамыз. Ұйғыр мандысы 30 минутта пісіп шығады. Одан ұзақ қоюдың қажеті жоқ. Міне мен сіздерге түсінікті болу үшін екі қолмен екі жағын ала отырып біріктіріп көрсетіп жатырмын. Ұйғыр мандысы түйілуі қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ жасай берсеңіздер қолыңыз жаттығып кетеді. Міне тағы да көрсетіп жатырмын, түсінікті болсын деп. Мантымызға алдын ала су қойып қоямыз. Су қайнағаннан соң мантыларымызды майлап, мантыларымызды орналастырып, мантының үстінен майлап, жарты сағатта пісіріп аламыз. Манты жұмсақ, өте дәмді болып шығады.